Биыл 46 оқушы мектеппен қоштасты. Олардың ішіне 2 оқушы алтын белгі иегері, ал 3 түлек үздік аттестатпен марапатталды. Бұл жылдар бойы төгілген маңдай тер мен білім жолындағы қажырлы еңбектің жемісі. Әрқайсысының артында отбасылардың қолдауы, ұстаздардың мейірімі мен мектептің терең тарихы жатыр. Бұл түлектер мектептің барлық білім саласы жағынан, спорт, өнер жағынан, барлық жағынан қабілетті, өзіне ерекше толқын болды. Мектеп өмірі туралы әдетте сөз қозғаған кезде осындай цифрлық мәліметтер, статистиканы көп айтып кетеміз. Бірақ енді бұл салтанатты жиынның артында қаншама эмоция бар, қаншама қимастық сезімдер бар. Жаңа шара барысында оқушылар өзінің мектепке деген қимастық сезімдеріне ерік беріп жатыр, көз жасына ерік беріп жатыр. Ұстаздар да қимастығын айтып жатыр, ата-аналар да осындай мектеппен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеген ата-аналардың қаншама жақсы көңіл толқытатын сәттеріне куә болдық жаңа шара барысында. Ата-аналарға осы 11 жыл ішінде оқушыларды тәрбиелеуде мектеппен тығыз ынтымақтас қарым-қатынас жасаған үшін ата-аналарға алғысымыз шексіз. Әр шәкірттің жүрегінде ерекше орын алатын адам бар. Ол ұстаз. 4-ші мектеп лицейінің 11-ші Б сынып жетекшісі, орыс тілі пәнінің мұғалімі Ая Абдиева солардың бірі. Ұстаздық жолын сонау 1992 жылы Тереңөзек кентінде бастаған ол 30 жылдан астам уақыт ішінде екінші рет мектеп бітіруші түлектерін үлкен өмірге шығарып салып отыр. Ая апай шәкірттеріне екінші анадай болып, олардың әрбір жетістігіне қуанып, жүрегімен сезіне білді. Салтанатты кеште оның жаңарынан төгілген жаз жай ғана қоштасудың емес, шексіз мейірім мен шәкірттеріне деген қимастықтың белгісі еді. Ол оқушыларын тек пәнмен ғана емес, өмірлік бағдармен де сусындатып, әрқайсысына жүрек жылуын арнады. Менің оқушыларым, конечно, әрине бала болды. Азанда оятамын, бірінші сабаққа келмейді, кейбір кезде ұйықтап қалады, түнімен ЕНТ-ға дайындалады, ОБТ-ға дайындалады, ұйықтап қалады, оятамын, оянбаса мамасына звондап оятамын. Сондай да қызықты сәттер болды. Екінші сабаққа келеді, үшінші сабаққа келеді. Әрине ана болдым. Қатты сөйлеген кездерімде болды. Айналатын да кез болады бала болғаннан кейін. Соның барлық сатынан өттік. Енді бәрі жаңағы идеально болды деп айта алмаймын. Ана деген өзі анаға тиеді ғой көп нәрсе. Біз енді мектепте екінші анасы болдық. Көп нәрсені біз өз ата-аналарына айтпайды. Жасаған осақта неше түрлі қызықты сәттер болды. Ол ата-анаға жеткізбейтін де өзіміздің арамызда құпияларымыз болды балдармен деген сияқты. Алтын белгі иегері Надира Әбілқайырова үшін бұл мектептің орны ерекше. Өйткені дәл осы мектепте оның әжесі де білім алған екен. 9-шы сыныпқа дейін басқа білім ордасында оқыған Надира кейіннен осы қара шаңыраққа ауысып, үздік оқумен көзге түсті. Ұлттық бірыңғай тестілеуде 120-дан жоғары балл жинап келе жатқан бой жеткен шетел тілі пәнінің мұғалім болуды армандайды. Бізге білім берген мұғалімдеріме және де сыныптастарыма үлкен алғыс білдіремін. Осы мектепте 2 жыл оқысам да, бұл мектеп жайлы естеліктер мен үшін өте жылы болып табылады. Ұлттық бірыңғай тестілеуіне бірге дайындалған ұстаздарыма, сыныптастарыма және құрбыларыма үлкен алғысымды білдіргім келеді. Ересек өмірге аттап жатқан қадамдарында сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта мектеп жанынан өтіп бара жатса, мектебімде аяулы ұстаздарыма алғыс білдіріп кетуіме, сәлем беріп кетуге ниет білдіріп отырамын. Мектептің белді түлегі, екінші бір алтын белгі иегері Мерей Дәндібай қаржы саласының маманы болуды армандайды. Ол 11 жыл бойы білімге құштарлығымен, белсенділігімен, дос-жарандарына деген адалдығымен ерекшеленді. Мектеп қабырғасында өткізген әрбір сәті оның өмір жолында жарқын естелік болып қалатыны сөзсіз. Осында 11 жыл бойы өткен жылымызда әне-міне дегенше аяқталды. Біз үшін қымбат естеліктер, бағалы сабақтар бәрін осы жерден алдық. 1-ші сыныптан бері, бастауыш сыныптардан бері алғашқы тосты да, жаңағы алғашқы ұстазымызды да осы жақтан көрдік. Бізге көптен көп рахмет айтамыз барлықтарына. Сыныптастарыма, оқушыларыма айтарым тек мақсаттарыңа жетіңдер, армандарың орындалсын. Алда келе жатқан ұлттық бірыңғай тестілеу сынағынан сүрінбей өтіп, жоғары нәтижеге жетіңдер, мамандықтарының нағыз иесі болыңдар. Сәттілік.
11 Б сыныбының басшысы Бибінұр Сануар аттестат алу кешінде сөз сөйлеп, толқығаннан көз жасына ерік берді. Себебі ол бұл білім ордасында 12 жылын өткізді. Әр мұғалімі мен сыныптасы оның жүрегінің бір бөлігіндей болып кеткен. Бибінұр болашақта медицина саласының меңгеріп, туған жерге оралып, аймақ медицинасын дамытуға үлес қосқысы келеді. Бұл кеш оның балалық пен қортасқан үлкен арманға бет бұрған ерекше сәті болды. Мен осы мектепте 12 жыл оқыдым. Себебі мен бұл мектепте 0 айдан бастап оқып келе жатырмын. Осы 11 жыл оқыған сыныптастарыма үлкен рахмет айтамын. Осы классқа мен старосты болдым. Бірге әртүрлі қызықтарды өткіздік, қиындықтарды да өткіздік. Оларға көп-көп алғысымды айтамын. Жанымыздан табылып, бір-бірімізге қолдау көрсетіп, оларға мен тек сәттілік деймін, алдағы ұбт-дан жоғары балалып қалаған университеттеріне грантқа түсіп кетсін. Ұстаздарыма да алғысымды айтамын, бізге білім беріп, тәрбие беріп, осы алдағы үлкен жолға қадам бастырып, бүкілі сол кісілердің арқасында. Салтанатты кеш барысында түлектер өз өнерлерін ортаға салып, ұстаздары мен ата-аналарын қуанышқа бөледі. Концерттік бағдарламада ән шырқалып, жүрек тебірентер көріністер қойылды. Биылғы түлектерге тілерім қалаған мамандық иесі болып, елімізге, халқымызға адал қызмет атқаратын мықты азамат және азаматша болсын. Балаларының қуанышына ортақтасып, салтанатты кешке жиналған ата-аналардың жүзінен мақтаныш пен шаттықты көру қиын емес еді. Тіпті кейбірі өнерімен кештің көркін кіргізіп, сахна төрінде ән салып, көпшіліктің ықыласына бөленді. Аттестаттарын қолдарына алған түлектер алдағы ұлттық бірыңғай тестілеу сынағына дайындықты бастап кетті. Ал олардың ізін басқан 56 оқушы келер жылы дәл осы сахнада жаңа бір белесті бағындырып, алтын ұялармен қош айтыспақ. Уақыт сымырап өтсе де, мектеп қабырғасындағы балалық шақ әр түлектің жүрегінде мәңгі сақталатыны анық. Олжас Дәуіт, Руслан Жүсіпбеков, Ержан Батыршаев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.